Ән бәйгесіне қош келдіңіздер. Бүгінгі жұлдызды жұп ән бәйгесінің өздеріңізге белгілі ауылымыздың өнерпаздары мен мекеме қызметкерлері бірігіп таңдаулы жұптар болған. Олар әр апта сайын алдарыңызда өнерлерін көрсетіп келеді. Ешкімде бірден беріле салу үшін келген жоқ екені тағы да белгілі. Бәрі де финалға жету үшін барын салып келе жатыр. Ендеше бізбен бірге алдағы әр апта сайын өтетін жобаның тұрақты көрермені болып дауыс беріп отыруға шақырамын. Осы жобаның жүргізушісі әдеттегідей мен Аслан Жалғасбаев. Енді бүгінгі сахна төрінде өнеріміздердің өздеріңізге таныс өнерпаздар, жұлдызды жұп жобасында олар әр мекемеден шығатын қызметкерлер мен өнерлерін көрсетіп жатыр. Жұптарымыз жеребе тастау арқылы анықталды. Жұлдызды жұптардың қырларын ашатын, сырларын ашатын және оларды бағалайтын бестік, яғни әділ қазылармен таныс болуға шақырамын. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі жергілікті музыка жетекшісі Темірхан Әбдіғаппар Жұмаханұлы, халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты шұғыла мәдениет директоры Тұрғалиев Ғибадат Өтешұлы, республикалық фото өнер қауымдастығының мүшесі тіл жанашыры Таласов Жайлау Асханұлы. Біздің бұл үш жюриіміз, яғни әділқазымыз тұрақты, енді екеуі ауысып отыратындығын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ендеше халық шығармашылығы бүкілодақ екінші фестивалінің лауреаты, жергілікті сазгер, бірнеше әндердің авторы, кезіндегі облыстық аудандық ән байқауларының жүлдегері, көрші ауылдас Мұқыр деген елден келген өзіміздің ағамыз, әнші Бақтыбай Досбосын ағамыз. Және ауылымыздан шыққан тұңғыш кәсіби актер, жас актер, Астана қаласы жастар театрының актері Айтыш Асылбек Нұрланұлы. Ал қымбаттаған бүгінгі қазылар алқасының құрамы осындай. Енді кезекте бәйгенің ережелерімен таныс болыңыздар. Жұлдызды жұп жобасына бір үміткерден шығып, ауыл өнерпаздарымен бірігіп, өз жұптарын табу еріктеріне берілген болатын. Өзіндік орны бар өнерпаздар мен үміткерлер бірігіп, 6 жұп құрылған болатын. Қазір жұптар бір жобада басынап, нағыз мықтыны анықтап жатырмыз. Ендеше қарағылды қақ жаратын қазылар алқасы жұптарды мақтайды, сынайды және бағалайды. Қазылар алқасының әр мүшесінің жұптардың санына сәйкес ұпай сандары бар. Қолдарында ол ұпайларды бір берген жанға екінші қайтып бере алмайды көрген жұпқа. Залда отырған әрбір көрермен QR код арқылы ұнаған жұпқа дауыс бере алады. Әрине дауыс беру басталғаннан кейін, себебі оған дейін соғылған QR код есептелмейді. Нәтижесінде қазылар алқасының бағасымен көрермен дауысын қосып, ең төменгі ұпай жинаған және қауіпті қызыл аймаққа түскен екі жұпты анықтаймыз. Екеуінің арасында қауіпті аймаққа шыққан жұпқа Instagram шұғыла мәдениет 2024 парақшасында арқылы жинаған бүкіл саны қосылады. Дауыс беру келесі айналымға дейін жалғасады. Сол себепті Instagram парақшасына тіркеліп дауыс бере аласыздар. Келесі турда ең аз ұпай жинаған жобамен қосылсақ, бүгінгі әділ қазылардың екінші турда өнерпаздарымызға берілген тапсырмасы бойынша алдарыңызда өнер көрсетіліп болады. Кешегі өткен жұлдызды жұп жобасында әділ қазылар алқасы жергілікті сазгерлердің әнін орындауға және екіншісінде еркін тақырыпқа таңдау берген еріктеріне. Ендеше бүгінгі жұлдызды жұп жобамыздың шымылдығын ашу үшін жұлдызды жұптың барлық қатынасушыларына қолдау білдіріп, бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Алдымен қауіпті, өткен турда қауіпті аймаққа қалған жұптарын ортаға шақырайық. Қолдап қошеметтеп шапалақтарыңызды арнап Бақтыгүл Мұханова және Сағыныш Шамұратова, Әлібай Сисенбаев, Ришат Шыңғылай. Өткен жолы қауіпті аймаққа қалған осы өнерпаздарға бір қаттырақ қағада қол соғып жіберіңіздер. Бұл дегеніңіз енді жалпы ортадан ашайық. Бұл кісілердің әншілік қабілеттері төмен деген мағына емес, дегенмен бәсеке бар жерде бәйге болатындығы белгілі. Сондықтан
келесі аптаға дейін екі осы жұпқа Instagram парақшасы арқылы берілген дауыс бойынша Ришат пен Дәлеубай 826 лүпіл жинаған болатын, оның 50% бот лүпіл алынады, яғни жалған бот жаңағы закрутка арқылы жиналған 428 лүпілмен бүгінгі жобаға келді. Екінші жұп Сағыныш пен Бақтыгүл 723 лүпіл жинаған, оның 9-ы жалған боттан берілген лүпіл, 764 лүпіл санымен көбейіп кетті ғой, 64. Осы биыл жобаны жалғастыратын Сағыныш пен Бақтыгүлге бір қол соғып қошеметтер. Енді жобамен қоштасатын жұп өздеріне берілген тапсырманың, яғни жергілікті сазгерлердің, я болмаса екінші бөлім еркін тақырыптың бір әнін айтып, жобаны өкінішке орай бізбен бірге жалғастыра алмай, үйлеріне қайтатындығын ескертіп қояйық. Сахнада Ришат Шыңғыбай, Дәлеубай Сейсенбай. Өздеріне сай ән таңдай білетін салмақты жұп. Басқа жұптардан ерекшелігі екі жігіт. Содан болар қауіпті аймаққа жиі түседі. Бірінші сәтсіздіктен сабақ алдық. Екінші мүмкіндікті жібермейміз деп келген жұпты қарсы алыңыздар. Қауіпті аймақта жүріп дайындалу деген өте қиын, бір емес екінші рет түстік. Қауіпті аймаққа енді осы жолы сенімдеріңізді ақтап, алда жобаға қатысуға мүмкіншілік жасап жатыр. Әрбір халықтың лүпіл комментарийіне назар аударып, тыс қалдырмай. Екі жігіт болғаннан кейін бізде қиындық көп келетін кезінде. Қайырлы кеш құрметті достар. Қауіпті аймақта жүргізу дайындыққа не кедергі сұраққа келген болсаңыз, ешқандай кедергі жоқ. Дайындық өз уақытымен болып жатыр. Әр көрерменнің бір жақсы көретін, өзінің дауыс беретін жоба болады деп ойлаймын. Бізге дауыс беріп қолдаған көрермендерге көп рахмет, біз сіздер жақсы көреміз. Ал ендеше Дәлеубай Сейсенбаев пен өнер көрсететін Ришат Шыңғыбайдың сіздерге ұсынып келген әні, жергілікті сазгер өзі әуесқой сазгер екенін білесіздер. Ришаттың "Неге алдадың" әні қабылдаңыздар. Ассалаумағалейкум.
сіздерге арнап қызмет қылып, сіздерге арнап әңгіме салып, сіздерге деген өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп, барынша осы кезеңге дейін келді. Енді өткен аптада алған тапсырмасы бойынша осы екі жігіт келесі әңгімеге дайындалып келген. Енді көңілдері бар деген сияқты, осы кезге дейін келген еңбектері бар деген сияқты, сондықтан еңбегін бағалап екі жігітке тағы да бір мәрте қол соғыңыздар. Қазақ бен деген. Екінші қазақ бен қабылыңыздар. Ортаға келбейді дегенің тоқтамасын, биялаңы бос болмасын, жалт-жұлт еткен түн жағы. Ортаға келбейді биялаңы келбейді дегенде тоқтамасын, қимылымыз ендеше келбейді десем, келбейді десем. Бола берсін, ортамыз, бола берсін, ортамыз. Ортамыз келбейді.
Ришат Шандыбай, Дәлірбай Сейсенбай. Бүгінгі жобаны аяқтайтын жұп болғасын еркелеп қайтсын деді. Дұрыс па я? Өздерге күші қарабөлік дайындап деген екен бүгін. Бірақ өкінішке орай жобаның аты жоба, бәйгенің аты бәйге, біреу оза шабу керек, біреу қалу керек деген сияқты. Енді өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты қалғандарымыз осы жерде жалғастырайық осы мерекені. Ендеше бүгінгі жобаны шымылдығын ашу үшін, жобамыздың шымылдығын ашу үшін қатынасушыларға кезек беремін. Ендеше балалар бақшасынан қатынасушы үміткеріміз Бақтыгүл Мұқанова және Бақтыгүлмен жұптасып айтатын ауылымыздың өнерпазы Сағыныш Шамұратова. Енді бұл екеуі бүгін жаңа әннің тұсауын кескелі тұр. Тұңғыш рет алғашқы рет осы сахнада орындалғалы тұр. Қабыл алыңыздар, Айнахан Есетованың сөзіне жазылған Әбдіғаппар Темірханов ағамыздың әні Жан шуағы. Қабыл алыңыздар, экранға. Бұл жұпты халық бір-бірін сахнада еркін ұстайтын көңілді ізденімпаз жұп ретінде таниды. Олар әр кезең сайын жан-жақты қырларын көрсетуден еш шаршаған емес. Үшінші кезеңде қауіпті аймаққа түссе де, әділ қазылармен көрермен көңіліне шыға білді. Жеңісті қолдан да жолдан да бермей келген жұпты қарсы алыңыздар. Еркін ауылдасы жұлдызды жұп жобасының көрермендері келіп жеткен жаңа жұмысты жол болсын. Сізге қауіпті аймақтардың жетістікті төбелесін сұрақты келтірді. Сол аймаққа түсуіміздің бір себебі бізде дайындық болған жоқ, дайындық болды. Микрофонды ішке сахнадан жалғанымыз. Сол болатынын бірден шықты. Қайырлы кеш, жұлдызды жұп жобасының тұрақты көрермендері. Біз қауіпті аймаққа түскен жұптардың біріміз. Әрине, қауіпті аймаққа түсеміз деген ой болған жоқ. Біз өзімізге сенімді болдық. Себебі дайындықты сырттан жасап, сахнаға микрофон ұстап, бірге-бір дайындалған жоқпыз. Ағайдың күйсандығында жатқан жарыққа шықпаған ән. Сөзі Айнахан Есетованікі. Екінші әніміз Бағдәулет Арыстанның сөзіне жазылған Молдағаның әуені.
осы Әбдіғапар ағамыздың әдемі әнінің бүгін тұсауын кескен екі жұпқа кез келген бағдарламада айтып жүрміз ғой. Әннің басын бастау, кештің басын бастау оңай емес. Сондықтан сәл кішкене қобалжу болды ма, или Қызыл аймақтың жаңағы әсері әлі әсер етіп тұр ма, мүмкіндігіміз келгенше осы екі әншіге бір қол соғып қошемет беріп Мақтау Досовтың ағамыздан бастаймын. Өзіңіздің ойыңызды. Кешер, құрметті бүгін жобаға қатысушылар, алдымен барша бүгінгі өтіп жатқан жұлдызы жобасына қонақ ретінде шақырылған шұғыл мәдениет үйіне және осыған қатысушыларға Әбдіқазар ағасына рахметімді айтып, енді қонақ ретінде жалпы алып қауіпті аймақ деп атты, аймақ деп атты енді сахна болғасын, өнер болғасын, енді оны әртүрлі баға береді. Жалпы әннің алдымен мынау Ғаппармен бізге осындай жақсы әнді жарыққа айтқан құттықтаймын. Құтты болсын. Осындай енді Ғаппар өзіміздің әндері көп қой дегенмен бұрын соңғы айтылмаған бірінші рет орындалып жатыр. Қуаныштымыз. Енді ән орындауға келгенде жаңа айтып жатсыздар ғой енді былай жалпы қарағанда әнші менен мекемеден алынған екі әнші деп енді бірігіп сахнаға шығып ән орындауда жеңіл шаруа емес. Ал енді жалпы қарап отқанда әдемі ән, әдемі орындалып жатыр, бірақ ән орындауда арасында дегенмен кемшіліктер болады ғой. Оның бәрін енді ол былай деп айтуға болмайды. Жаңағы ең басты мынау сахна мәдениеті жақсы, оның бәрін біліп жатырмыз. Енді мен өз басымда айтатын мына өлеңді сөзді қарап айтқан мен көп ұнатпаймын. Алға сөзді қойып айтқан. Жалпы ән болып шыққасын ешқайда қарамай, ештеңеге қарамай солай айтқан жақсы көремін. Сосын сөзді мүсінді де жақсы көремін. Сіздерге жақсы шығармашылық табыс тілеймін, өнерлеріңіз үшін біз рахмет. Ескеріп кететін жағдай, біздің осы сахнада өнер көрсеткен өнерпаздарымыздың әрқайсысы жанды дауыста 100% таза табиғи дауыста ән салады. Келесі айналымға дейін жаттап үлгермеуі мүмкін, әртүрлі шаруашылықтың адамдары, әртүрлі қызметтің адамдары болғандықтан шараның басында рұқсат бергенбіз, оған айыптап бермейсіз. Болмайды деп жатқан жоқпыз, жалпы ескертіп басқан. Енді Әбдіғапар ағамызға бір кезек сөз берейін. Осы әншісін тапты ма? Кешер, құрметті ауылдастар, өнерлі қауым. Енді бүгінгі мына жұлдыз жұп апта сайын өтіп жатыр. Өткеніміз 24 жылда осы желтоқсан айынан басталды. Содан бері осында үш жерде. Енді бүгінгі мына менің әнімді сахнаға тұсауын кесіп жатқанына сағынышпен көп рахмет айтамын. Менен келіп ән сұрады, негізі бұған дейтін 5-6 жыл бұрын шыққан ән Салтанат қарындасының орындаған аяғында, содан қалды ешқайда орындамайды. Бейнеу жеңгеміз Есетова Айна ханым жеңгемізге соның сұрауы бойынша жазылған ән бүгін сәтсіз орындап тұр. Жақсы, алғашқы енді шыққанда кішкене азап қобалжуға азғандай болды, енді оны болмады деп айтпаймын, бірақ сәттілік еңбектеріңе көп. Жас талантты актер Асылбек бауырымызға сөз берейікші әке. Ойын тыңдайық, осы жоба туралы. Ассалаумағалейкум, кешір ауылдастар. Енді саған шапағымыз осы жұлдызды жолымыз Ғаппар ағамыздың су жаңа әнін орындап тұр. Негізі сіздер бақыттысыздар. Ғаппар ағамыздың жергілікті ауылымыздың мықты композиторы. Артымыз осы кісінің қолынан әндерімізді тексеріп шығатынбыз. Сіздерге сәттілік, маған өзіме ұнады. Әнде, сөзде мағыналы, сондықтан тек сіздерге сәттілік тілеймін. Шайлар қаласы мағыналы бір ауыз. Ой. Иә, дұлыма жаңағы шоу дейміз ғой, шоудан көрі салмақтау конкурстық әнлер кетті, иә, кішкене. Оны оған тырысып жүреді ғой, сағыныш қашанда да. Мысалы, ұтым жағын апарған әнін алуда, ұтымда әнді жаңадан сахнаға шығаруда негізі қиын болса да, ұтымда Айнахан апамыздың сөздері әуелден салмақтаған ғой енді. Салсындар ән құтты болсын, ең бірінші. Ал менде ішімде бір сұрақ, Ғибадат бауырымызға, Ғибадатты бәріңіз жақсы танисыздар, талантты әнші екенін жақсы білесіздер. Ғибадат Тұрғалиевтің құрметіне бір қол соғып қойсаңыздар артық болмайды. Ғибадатқа қоятын сұрағым талай кәдімгі
үлкен композиторлардың алдында сол композиторлардың өзінің әнін өзіне орындап беріп жүрген азаматтың бірі. Енді менің сұрағым, осы екі әнші осы әннің автордың алдында ән айтқан кезде толқу міндетті түрде бола ма? Сіздің өзің ойыңызша? Ассалаумағалейкум, кешірім ағайын. Енді мынау ең біріншіден әнші ретінде осы жұртты мен жақсы түсініп. Сіз айтқан мәселе бар. Композитордың алдында өзінің әнін айту, былайша айтқанда біреудің баласын көзінше еркелеткен сияқты нәрсе ғой. Ол ата-ананың өзіндей баласына кім емірене алады, сондай сезім бар біріншіден. Екіншіден, сиясы кеппеген әнді орындау біріншіден құлаққа сіңбегені, бұны көпшілік халық білмейді. Және де ең бірінші бұл жобамыздың басын бастап тұр, бұның бәрін ескеру керек деп ойлаймын. Сондықтан кемшіліктер болмады емес, болды дегенмен оны ақтайтындай себептер бар деп есептеймін. Рахмет, келесі айналымда жақсы өнер күтемін. Ағылар арқасының әдемі өнер көрсеткен жұпқа ойын білдік, ендеше қолдап, қошеметпен, құрметпен сахнаға. Енді кезекті тағы да керемет осы жобада өнер көрсетіп келе жатқан жұпқа ұсынамын. Ендеше бұл жұпта ерекше жұптардың бірі, үнемі үздік бағамен алда жүрген жұптардың бірі. Енді бұл кісілерге қазір ортаға шақырған кезде құрмет, қошемет, шапалақтарыңызды арнап қоюға міндеттісіздер деп ойлаймын. Себебі әр саланың мамандары ортаға келіп өнер көрсетіп жатқанының өзі олардың үлкен еңбек, үлкен жеңіс деп білемін. Сахнада номер 9 орта мектебінің ұстазы Аяжан Қойшығали мен ауылдық өнерпазы Алтынай Қонысбаевты Баймолданың сөзіне жазылған Ғибадат Тұрғалиевтің әні «Ағалар аласармаңдар». Ағалар аласармаңдар әнін Ғибадаттың орындауына көрдік, ал осы орынға айырылатын бүгін тамашалайық. Экранға назарларыңызды. Біздің келесі жұптың жастары кіші болғанмен тәжірибелері таудай. Құлшыныстар мен кез келген кедергіні бұзып жағы өтердей. Болашақ туралы жай ғана қиялдап қана қоймай, оның қандай болатынын көргіңіз келсе, онда жалындаған жастарға қара дейді. Ендеше бірге қарайық. Қолдан келгенше қауіпті аймаққа түсу үшін ізденіс үстіндеміз. Ізденіс жан-жақты еңбекті талап етеді. Қауіпті аймаққа шығып жатсақ, бір жерде қате болғаны бұйрық істелгенбіз. Жеңіске деген құштарлық, бағамыз жоғарылаған сайын жұмысымыз да көбеюде, бұйырса тынбай еңбектеніп алдыңғы жақтан көрінеміз деген ойдамыз. Өнеріміз көпшілікке бағасын шынайы бағалау болды деп ойлаймыз. Мәдениетті адамдар өнердің бағасын жақсы біледі. Біздің көрермендеріміз мәдени құндылығы жоғары болғанын мақтанамыз. Осы орайда көрермендерімізге тағы да алғысымызды айтамыз. Біз осы жобаға өзімізді шыңдаушы жүреміз. Жалпы ал осы жоба басталғалы біз әлі де алда келе жатырмыз. Халықтың қолдауымен әрине біз бұл халықтарымызды қолдаған сайын, бізге өте жоғары баға қойған сайын, біз одан сайын шабыттанып, осы әнге жақсы дайындалып, халықтың жүрегінен, көңілінен шығатындай ән орындауға тырысып жатырмыз. Енді алдағы уақытта да жоғары балл жинаймыз деген үміттеміз. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет көп. Қайыркеш баршаңызға осы әнді орындау үшін әннің сазын жазған сазгеріміз Ғибадат ағайымыздың өлеңді гитарамен сүйемелдеп беруін өтінеміз.
жобасында жайлауға өзіңізден бастаймын. Осы әнді үнемі ғибадаттың орындауында тыңдап жүрсіз, қос қарлығашыңыз, қос қарындасыңыз жеткізе алды ма? Иә, әдемі, бірақ мен осы ойлап жүремін, Алтынай қашан гитарамен шығады, гитараға басымдық беріп, басындары ғибадаттан кейін бұл әнге жақсы қолдау болды енді. Бұл дұрыс шығар, бірақ енді ғибадаттың әні айтысы орындау біз менің құлағыма қатты сіңіп қалды енді. Сонысымен ғана қиындау болып тұрған болады, бірақ өте әдемі айтылды. Жақсы, болсын. Рахмет, өзіңізді. Қашан гитар тұрдайға соны айтып кетсе. Батырбайға. Рахмет. Жақсы әнге куә болдық. Мынау енді ғибадаттың әні жақсы орындалып жатыр. Мен енді өзінің орындауын естіп жүрмін. Қазір мынау қыздарымыздың орындауын естіп жатырмыз. Жалпы әннен мынау жаңағы өзі автордың өзі сүйемел дегендей ол әншіге де сабақ береді. Онымен бірдегі сахнада тұру, ақынменен сазгермен бірге сахнаға шығуға оған сабақ береді. Мен бұл жерде жақсы ән тыңдадым, жақсы дауыс тыңдадым. Енді мынау жақсы ән шықты деп ойлаймын. Бұл жерде өнерге деген, анаға деген махаббат түсіндім. Рахмет. Мен ертең бұларды ғибадат баланың орындауында тыңдап жүрмін үнемі. Бұған арай жүріп бірге салып өзіне де айтып негізі ән керемет жазылған ән. Оны енді орындаушы ғибадаттың орындауында қарамасың болған. Бірақ жеңіл айтады, ән жеңіл әдемі қанықтау жоқ. Кішкене сәл ауырлау айтып тұрды. Соңғы дайындықтар сәл-пәл жетпей тұрды ойлаймын, жетпей тұрды ойлаймын. Кішкене басып түскенде бар, қиналып түспауым көрді жатыр. Сол жағын өзім сарылап отырмын, өзімнің ойым ғой. Олай жақсы, әншілер жақсы бар. Ал қызарың көрген? Өз басым бірінші рет тыңдадым енді, маған қатты ұнады. Текстері сәл жоқ. Қазір осы жоба біткеннен кейін ғибадаттың шайын жасаса, ғибадаттың да орындауында тыңдайтын шығармыз. Ғибадат, жаңа өзің айттың, біреудің баласының мәпелеп әділдегімен бірдей композитор сазгердің алдында ән айтып өзінің әнін орындау оңай шаруа емес деп, енді өзіңіз сүйемел дегеннен кейін өзіңіз мың құбылтып, қарындастарыңыз одан сайын көріп бере алған шығар. Тұрыңыз. Біріншіден қарындастарыма рахмет. Мен үшін күтпеген жайт бұл, сүйемелдіктер дегендер. Дайындық кезінде тек қана бұл кісілерге гитараның аккордын үйретіп жүрмін деп ойлап жүреді. Негізі бұл кісілер дайындалып жүрген. Бұл да бір ерекшелік болды, рахмет. Енді бұл әннің табиғаты негізгі мен ойлаймын ер балдарға жақсы келеді. Себебі бұл әннің ритмикасы да, өзінің әннің тақырыбы да, сөзі де сол ер адамға ыңғайлы ән. Бұны бірақ қыздар алып шықты. Енді бұл шеберлік деп білемін, шеберліктің арқасында ғана алып шықтыңыздар. Рахмет, Алла қарай сәттілік тілеймін. Бәрекелді қоншақ жіберейік, үлкен рахмет сіздерге. Ал қымбатты көрермендер, біз осы жобаның 4-ші жұбы Ақбота Бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі Ақтолқын Жайлауқызымен өнер көрсететін ауылымыздың азулы деп айтсам артық айтпаған шығармын, азулы әншісі Ғафура Задақызы, жергілікті апайымыз Аяғарова Мейрамгүл апамыздың сөзіне жазған Әбдіғапар Темірхан ағамыздың туған жер әнімен сахнада экранға назарларыңыздар. Таңдаған әндерімен адамның сезімдерін жинап, әдемі әнге айналдырып, оны қайтадан адамды жоғалтуға арнайтын өнерпаздардың сырын ақтаратын бұл жұп көпке үлгі. Көпшіліктің ішінен көзге түсер стильдерімен ерекшеленетін жұпты қарсы алыңыздар. Мен үшін жобадағы ең үздік жұп. Жұптары бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсысының әртүрлі мақсаты бар. Біреуі жеңеміз десе, біреуі үшін қамшылығымыз бір мәртебе. Мен үшін сахнаға ән айтып шығуымызда бір жеңіс болатын. Бірінші тойда қызлардың қатысып қалған кезде бәрі де мен үшін мықты болып көрінді. Ал қазір біздің жұптың жасалған еңбектің арқасында көрермен көзайымы болып келе жатқандығын сезіледі. Жұлдызды жұп жобасында әр кезеңде әртүрлі
ән таңдадық. Әр кезеңде енді өзінің шарты бойынша сол шарттардан барынша шығуға тырыстық. Енді екеуміз де екі заманның адамымыз ғой. Менің көзқарасым, толқынның көзқарасы қанша дегенде жас. Бірақ мен барынша дұрыс әндер таңдауға көмектесіп отырдым. Ол өзінің үлесінде өзінің көзқарасын айтып отырды. Сол екеуміз бірігіп, екеуміздің дауысымызға жақын әндер таңдауға тырыстық.
денсаулығына сәл ғана сыр беріп қалып, қатысам, қатыспаймын, қатысам, қатыспаймын деп екі ой болып, дегенмен осы елді құрметтеп, сахнаны сыйлап, ортамызға келді. Апайдың құрметіне бір қол соғып Ақтолқынды жалғыз сынатпайды, осы жерде құрметпен келген апайымызға Алла денсаулық берсін. Ал кезек Әділқазы алқаларында. Асылбек, өзіңізден бастайық. Ақылды жастан сұра, ақылды үлкен кісіден сұра, үлкен кісі рұқсат етсе, жасы кішіден сұра дейді. Бұл ән мен үшін өте қиын ән деп білем, деп озым керек бұл ән. Сондықтан жаңағы екі жұпқа қарағанда маған бұл ән енді ұнады, қиындау деп айтылды, дайындықтары жақсы. Апыр апамыз енді баяғыдан профессионал кісі ғой бұл кісі. Сондықтан сәттілік тілеймін, өзіме ұнады. Бақтыбайға, осы жобаның жаңа Әділқазы ретінде өзіңіз. Рахмет. Мынау енді жақсы ән, жаңа айтып жатырмын, Ғафура апайды енді өнер жолында ел, республика, облыс бәрі жақсы біледі. Жаңағы денсаулығында ескеріп жатырмыз. Диапазон өте жоғары, жақсы екенін де білеміз. Мынау өзара жұптарда дайындықта байланыс өте жақсы, орындау да жақсы, мен жақсы бағалаймын. Осы әнді Ырысты апайдың орындауында талай рет естідік. Әншісін, сөзі әнін тапқан бір керемет туындыларыңыздың бірі. Бір ауыз өзіңіздің ойыңыз. Бұдан шығу тарихы Мейрамгүл Аяғанова қарындасымыз сөзінде жазылған ән. Сол туған жерде сол шығаруға бастымен Мейрамгүл екеуміз қолға салды. Солардың себепші болғаннан дүниеге келген ән. Оны алғашқы орындаушысы Асты болды, кейіннен Ибадан орындады, мен облыста концерт болғанда. Онан кейін Медет деген әншіміз орындады. Бәрі де жақсы, бірақ танымал ән деп білемін. Бүгінде орындауда жақсы, бірақ апайға кішкене тамақ ауырып қалып басында кішкене болды енді. Бірақ аржағының бәрі жақсы болды. Мен сәттілік тілеймін бұл жоба қатысушыларына. Жақсы енді осы ауылдың сазгерлердің сөзін жазған ақындардың көтерген өнімдері осы жақсы басқа білу керек деп рахмет сіздерге көп. Ал жаңа осы орайда Әбдірапар ағамыздың сөзінің жаны бар. Ауылымыздың сазгерлерін және осы әсем сазды әнге ән жазатын, сөз жазатын ақындарын насихаттау барысында осы жобаның алғашқы айналымына жергілікті сазгерлердің әнін орындауға тапсырма берген депутат Тұрғалиевтің бір ауыз сөзін тілегімізді айтты. Рахмет, мен бұл жеке идея емес, бұл ақылдастық ұжымының жұмысы. Жалпы мәдениеттің мақсаты ең бірінші осы жергілікті өнерді, жергілікті руханиятты насихаттау, соны жарыққа шығару, сондықтан арзымыз деп білемін. Енді бұл ән осы ағайынның әндерінің ішінде маған ең қатты ұнайтын ән. Бұл ән негізі өзінің лайықты бағасын әлі алған жоқ. Болашақта бұл академиялық оркестрлердің репертуарында жүретін ән деп білемін. Бұл ән кәдімгі қазақтың әулетіне тұнып тұрған, қазақтың табиғатын, қызыл қоғанның тынысын, кеңдігін, барлығын сездіретін ән деп білемін. Тек әттеген айы апайдың бүгін денсаулығының болмай тұрғаны, әйтпесе ән де, әнші де, орындау да, топының орындауы барлық ұнады. Рахмет сіздерге. Енді біздің осы жобаға қатынасушы жұптарымыз екінші айналымға дайындалып әзірленгенше, енді өздеріңізге белгілі кішкене біздің шарамыздағы, жобамыздағы әншілер, жұптар кішкене қысқарып кеткендіктен шараның уақыты да қысқарып кетпесте өздеріңізбен осы келесі айналым, яғни ақтық айналым 15-ші қаңтар күні болатындығын жаңа баса айтты, тағы да жалпы хабарлаймыз. Осы жобаға ақтық сынға арналған билеттеріміз бар. Анжеле Рақпат Бекболатұлы деген жігіт бар, сол жігіттің қолында және микрофон бар. Қазір енді ортақ көрерменмен ойын edеміз. Экранында көрсетілген фотоларды табамыз, видеоларды табамыз.
соған байланысты сол сіздер қолдарын көтерсе, Рафат микрофон апарып беріп, сұрақтың жауабы дұрыс болса, сол кісіге ақтық айқастың, ақтық финалдың билетін табыстайтын боламыз. Бірінші сұрақ, жобадан ең бірінші бізбенен қоштасқан жұптың аты жөні. Қолдарыңызды көтерсеңіздер, Рафат. Жобадан ең бірінші жобаны бізбен бірге жалғастыра алмай қоштасқан жұптың аты жөні. Өзіңіз таныстырып кетіңіз. Өзіңіз таныстырып кетіңіз. Қасында? Жібек. Рахмет. Қосылмайыздар, көтеріңіз. Келесі сұрақ. Қауіпті аймаққа 2 рет қалған жұпты ата дейді. Қауіпті аймаққа 2 рет қалған жұпты атаңыз. Кіммен? Дұрыс, қол екінші айналымда қазылардан ең төменгі бал алған жұп дейді. Екінші айналымда қазылар алқасынан ең төмен баға алған жұп. Екінші айналымда қазылар алқасынан ең төмен баға алған жұп. Ана жерде апамыз қолын бірінші болып көтеріп отыр, мойнында. Қазылар алқасынан ең төмен баға алған жұп. Рафқат пен Дәлубай. Гүлдана мен Рафқат деген. Дұрыс па? Жоқ. Жоқ. Рафқат сен қасындасың, дұрыс па айтшы? Жалпы дұрыс. Жалпы дұрыс дейді, мағанес қылсын. Айтуға ұялы дұрысына қасында тұрғасын. Енді фото жұмбақ. Экранда осы жобада көрсетіп жүрген, осы жобада өнер көрсетіп жатқан жұлдызды жұлдыздарымызды экранда адам танымастай қылып өзгертіп қойдық. Соны тауып, мен айтам деген кісіге Рафқат микрофон апарып береді, кім екенін анықтасаңыздар, сол кісіге арнайы сыйлық. Бірінші сурет. Қол көтерген кісілерге бар, қол көтерген кісілерге. Кім? Гүлдана мен Рафқат. Жоқ, дұрыс емес. Ақтоқын ғой. Ақтоқын. Гаухар мен Ақтоқын дейді. Ақтоқын мен Гафур апай. Ақтоқын ғой мынау. Екінші сурет. Жоқ. Сағыныш пен Бақтыгүл апай. Сағыныш пен Бақтыгүл өте дұрыс. Үшінші сурет. Алтынай мен Аяжан ғой. Рафқатқа маған білмейді. Құдай мен үлгермей жатыр, қарапан жағыма бір-біріне көрсетіп. Алтынай мен Аяжан. Алтынай мен Аяжан, Алтынайдың анасы тапқан. Бір қол соғып жіберіңіздер. Аймақ Құдай аспай қойшы жан жерімді шығып алайын. Үлгермей жатыр, қарап. Төртінші сурет. Рафқат пен Гүлдана. Рафқат пен Гүлдана өте дұрыс. Алдын қатарларға да келіп қой, Рафқатжан. Келесі сурет. Рафқат пен Гүлдана. Рафқат пен Гүлдана. Рафқат пен Гүлдана қайта қайталамыз. Келесі сурет. Ишат пен Дәулет. Ишат пен Дәулет. Біреу ғой ма?
Ришат пен Дәлебай деп. Ришаттың өзі оны. Артындағы әжелерді табу керек десе. Ришат, дұрыс. Так, келесі сурет. Ришат пен Дәлебай. Бер. Ерсін балаға бер. Соңғы сурет. Сағыныш пен Дәлебай. Сағыныш пен Бақтыгүл. Молодец. Енді арамызда осы жоба басталғаннан бері осы жобаны үзбей көріп келе жатқан көрермен болса ортаға шақырайықшы. Арасында үзбей. Жаңылсын апа. Күлән. Асан күлән бар, күлән. Күлән чақыр, күлән. Күлән. Үзбей көріп қайт. Жаңылсын апам орнынан тұрып тұр, үлкен кісі ғой. Берейік. Енді былай. Осы Жаңылсын апаның енді жасын сыйлап бере қоямыз, бірақ енді тағы да бір сұрақ. Осы жұлдызды жұптың басынан бастап Басталғаннан бері келіп жүргенім бар. Бәрі ғана сәттілік тілеп, еліміз аман болсындар, келіп жатқан 25 жыл құтты болсын барлықтары. Өстіп, ұйымшылдықпен аяғына дейін жеткізіп көре берейік халыққа. Ендігі сұрақ, жұлдызды жұп өткен числолардың бәрін айтып берсе кісі. Дата, өткен күндер. Ағамыз қол көтеріп отыр, ағамыз қол көтеріп отыр. Жұлдызды жұп нешесіне басталды, бүгін нешесі болып жатыр, нешінші айналым болып жатыр. Ағамызға келді, ағамызға барсын болмаса, сізге келеміз. 11, 18, 25, 8. Қачау. Жай арасында. Жоқ. 11, 18, үнемі тамашалап келесіздер бірге? Молодец, қандай келесіз. Келесі видео жұмбақ, яғни экранға видео қойған, ол видеоның дауысы болмайды. Бүгінгі осы жобада орындалған әншілердің орындауындағы әндер қандай ән екенін табамыз. Мимикасы арқылы. Бірінші видео. Бізбен бірге осы жобаны ең бірінші болып аяқтаған жұп. Мәншіге қойыңызбен жібер қалыңызсыз. Қандай ән? Рахат барып қой арасына. Өлеңнің атын айтып қойыңыз. Жоққан қандай жақсы. Дұрыс емес. Ақау керім. Дұрыс емес. Ақау керім. Енді апамыз ақау керім деп айқайлап отыр. Ашшы дауысын. Келесі жобаға сізді міндетті түрде шақырамыз. Келесі видео. Экранға назар аударайық. Ришат пен Дәлубайдың орындауында қандай ән болғандығын кім айтып берді? Рахат жүгір. Балқия. Ашшы дауысын. Молодец, тамаша. Үлкен рахмет, сыйлықты беріп қойыңыздар. Келесі видео. Рахат пен Гүлдананың орындауындағы ән. Мұнда. Көзіңнің мөлдірін ай. Көзіңнің мөлдірін ай. Өте дұрыс, аш. Келесі ән. Бер.
Кімге? Осы көк жигулидің артында қатысып жүрген неңіз ба? Билеп айтқан атыңыз ба? Көк жигули еді ғой. Молодец, шикарно. Күшті біліп қалдыңыз да? Дауыс шығар. Осындай керемет шара болған Бақтыбай ағамыз басынан бастап келе жатырмыз. Так, келесі. Қол көтеріп жатқан кісілерге барып, Бақытжан жауабын алып. Дәстүрлі қазақ әндеріне популярный кісі. Нақты? Қошқой сәулені көргенше деген әнді орындап жатыр екен Ашағай. Келесі ән. Ғафур апайымызбен Ақтоғыздың орындауында Құстар қайтып барады өте дұрыс ашты. Келесі. Ой, сикет. Синий. Келесі. Чаки. Дұрыс. Енді ортақ тағы бір сұрақ, Нури Камал әнін осы сахнада қай жұп орындады? Рақат пен Гүлдана. Дұрыс па, Рақат, сен орындадың ба? Молодец, Рақат, өзің таратып, өзің мәз көріпсің. Ал енді соңғы сұрақ, махаббат жоқ деме жаным әнін орындаған жұп кім? Кіші микрофон берғарай. Дәлубай Сезембай. Дәлубай Рашид. Дәлубай Рашид. Сағыныш пен бақыт. Молодец, айналайын. Құрдастарың ғой, а? Дұрыс па, я? Қайтысымен жанталасың. Ал қымбат көрермен, мынау енді келесі финалға арнайы қонақтарымызға билет дайындаған болатынбыз. Енді алға қарай осы жобамыздың екінші айналымын жалғастыруға мәжбүрміз. Ендеше құрметті көрермен, осымен екінші айналымды бастаймыз. Олай болса екінші айналымды бастайтын жұбымыз Бақтыгүл Мұқанова және Сағыныш Шамратова Бағдаулет Арыстанның сөзінде жазылған Молдаван әні, әсем ән қабылыңыздар.
жобамыздағы жаңа біздің осы жобамен қоштасып жатқанда білген істеп кеткен жәтпен жаңа дәлубайдың әнінен кейінгі өте керемет көңілді ән деп білемін. бір қол жіберуге әбден болады. Кішкене көңіліміз түсіп бара жатқан сияқты енді ма бірдеңе ішкі бір көңілді көтеріп берген осы жұпқа бір қол соғып қошемет көрсетіп осы ән туралы жайлауға өзімізден бастайын. Иә, астынан сен дөпсің. Өте көңілді ән, бірақ сол әннің көңіліне өте көтеріңкі ырғағына сай қимыл болмай қалып сөйлейсің. Қашиып тұрып айтқанда мен соны ойлап отырмын, былай жақсы жаңағы өмірге бейуақытта болып кішкене қимыл шашып жұмыла салшы. Мен бар әдемі, әдемі, бірақ ана көзім жұмып отырып тыңдау керек болды да, жаңағы ойнақын оқшаудың элементтер болмай қалды. Жақсы өте Бақтыбай қалдықтарыңыздар ма? Жақсы, көңілді маған рахмет. Бақтыбай сағыныш пен бақытын қай кезеңде шыққанда да осындай қисаңдай таңдап шығады. Өзіме риза боламын. Артта қойылым ойнап, көңілді керемет орындауы да жақсы, билерді жақсы өздерінің артынан алған. Мынаны айыру кешінде тек. Маған да ұнады. Жастардың әнін өздеріңіздің көңіл күйлеріңізбен жақсы орындап бергендеріңіз үшін рахмет. Сәттілік. Біздер бұл жұптан әрдайым керемет шоулар көргеннен кейін ғана күткендей болмай еді. Негізі бұның өзі керемет. Сосын біздің жұлдыздарға шетінен осындай кішкене көз тиіп жатыр. Біреуін тіс алып жүр, біреуін тағы бір жері бурабайында көрдіңіздер. Енді алдымызда финал, ауыратынымыз осы апта ауырып болуымыз керек. Құдай қаласа финалға керемет энергиямен өткендегі басындағы жойқын драйвпен шығуымыз керек. Сәттілік. Екеуі бүгін Атырауға қол ұстасып барып, күшті болып, бірдей болып киініп, алдарыңызға келіп өнер көрсетіп жатса, неге бір қол соғып бермейсіздер? Еңбектен айтып қойған. Енді осы жобамызды алға қарай тағы да жалғастырайық. Жобаны жалғастыратын номер 9 мектептің ұстазы Аяқан Қойшығали мен ауылдың өнерпаз қарындасымыз Алтынай Қонысбайқызы Ринат Зайыптың сөзі жазылған Жанар Дуганованың әні «Махаббат» деген керемет әнді сіздерге алып келген екен. Қарсы алыңыздар. Ешбір жан жұмбақ сара, көңілме
мен жалпы жанар дұғалы түсіріп жатыр ғой, түсіріп жатыр. орындауындағы әнді естімеппін, иә, Мында түсіріп жатыр, екінші камера түсіріп жатыр. талай халықаралық байқаулар жеңіп жүрген. Бірақ осы Ақтаудың Аяжан мен Алтынайға әділ қазылар алқасы қандай пікір айтады екен? Асылбек, жассың. Үлкен сахна белестерді көріп жүрген жігітсің. Рахмет осындай көңіл күйге. Жаңадан бері 3 жыл өнер көрсетті. Соның ішінде сөздері де, әуендері де түсінікті жұп мен үшін осы жұп деп ойлаймын. Рахмет, енді жастар болса жақсы керемет сәтті. Бақылайға. Енді мынау өз еркімен репертуарға таңдаған ән болғасын еркін орындап шықты, риза болдым. Жалпы дұғалық әндері бөлек стильде орындалыста бөлек қой. Балдарыңыздар орындағанына риза болдық, себебі жастар қолдап жатыр, бізде неге? Жақсы, кішкене харизма бар, еркіндік бар, дайындық көрініп тұр, қағазға көп алаңдап тұрған жоқ. Қоймай қойғанда да болар ма екен деп ойлап қалдым, себебі кішкене сәл енді сақтыққа қойған болар. Мен ойлап отырмын, бұлардың мүмкіншілігі әлі әлде бар деп, кішкене сәл ғана нетіп тұр. Енді бірақ біз енді салыстырамыз ғой, басқа әншілерге қарағанда кішкене еркіндік, қимылы, манағы айтқан сындардан өте жақсы, тамаша. Маған барлығы ұнады. Үшінші акталардың ноталары үшін рахмет, Айжан. Осы жобаны жалғастырып қорытындылайтын келесі әншілерді хабарламасы бұрын нысаннан жауып көрініске дайындау үшін осы жобаның екінші айналымын аяқтайтын жұпқа кезек беремін. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, ол жұптың жалпы іштеріңізде жалпы сезім біліп отырсақ, ағайын аман болсын, сағыздағы көңілдері жайнап тұрсын, тамыздағы күн секілді тамыздағы апайымыз сәл ғана денсаулығы сырқаттанып тұрғанын біліп отырсыздар. Сондықтан апайға кез келген дәрі көмектеспей, апай үшін нағыз дәрі ағайынның шапалары сағыздар. Ақтаудың жайлауызы мен Ғафура Задағызы, жақсы келді сейіліктің сөзі жазған Аманжол Шамкенттің әні ана туралы баллада қаламыздар.
ағайынға шын эмоция бере алды ма? Хайрула, өзіңізден бастайын. Осымыздың форматынан сәл өзгелеу болып тұрған болар, дегенмен өте әсерлі болды, өтті халыққа. Ал балабақшаның ең болмаса ауылдық деңгейде конкурстарға қатысатын әншісі дайын-ау деп ойлап отырмын. Ғафур апайдың жұмысы болды. Рахмет. Үлкен рахмет. Бақтыбай аға? Рахмет. Мынау ән керемет таңдалған ән. Бұл енді Аманжол Шалкеевтің жасы ересектің әндерін ең сүйеді ғой. Оның ішінде мынау қазір таңдалып айтылған Антурал балады әні. Бұл кезінде орындалғанда залда көзіне жас алмағанда болған жоқ. Бірақ қазір әнді орындалуымен көрініске қарап отырып бізде сол ананың соғыс кезінде көрген тауқымет көз алдымызға елестетті. Менің әкем соғысқа асқан еді. Сәттілік деймін. Рахмет, жақсы. Абылапырай. Керемет. Өте әсерлі, артында ойнаған қыздарға да соғыстың кезін көз алдымызға келтірді. Орындаушыларға да көп рахмет. Әсерлі, жақсы ән таңдалған екен деймін. Рахмет апай. Арамызда жаңа өздеріңізге таныстырдым жас талантты актер ауылымыздың біртуар азаматы Асылбек деген бауырымыз келді. Асылбек айтыш. Енді жас жамылдың рөлін сомдаған жігіт қой. Бүгінгі Ақбота балабақшасының ұжымдастарымен ортаға шығып жатқан Ғафур апайдың әніне өзіңіздің бағаңызды бере кетсеңіз. Рахмет көп. Маған да өзіме әсер етті. Бұл әнді тыңдаған кезде бекінісі, денесі тіркенбейтін қазақ шығар, сондықтан артындағы қойылымды соған үйлесімді басы аяғы ортасы аяғы бар. Жаңағы баласы әскерге кетеді, одан қаралы хабар келеді. Сондықтан бұл ән баяғыдан біздің келе жатқан көптеген байқауларда айтылатын, тыңдалып жүрген ән. Бұл әрі қарай осылай кете береді деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге бұл әнді тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Асылбек Астанадан театрда естіп келген ба десем, балабақшаның ұжымы екен ғой. Керемет топ, ешқандай әсерлі шынында. Бүкіл денеміз тітіркенді, жүрегіміз елжіреді. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, барынша осы әнді таңдаған себебіміз биыл ұлы жеңіске 80 жыл. Сондықтан осы жеңістің қалай келгенін біздер осы қазіргі ұрпаққа дейін сезіп біліп жүреді деп ойлаймын. Өйткені сол далада көмусіз қалған қанша әкелеріміз бар, аналарымыз бар. Сондықтан биылғы жылы сол 80 жыл уақыт өтсе де сол бейбіт өмірдің қасиетіне жете алмайатқан қаншама елдер бар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, аспанымыз ашық болсын. Сөздің жануар биыл ұлы жеңістің 80 жылдығы ғой. Бұйыртса алдағы үлкен мереке 9 мамырда жеңістің күні деп тойлаймыз. 9 мамыр біздер үшін жеңісті күні, достар үшін, немістер үшін рабочий день қағазды. Ал бүйтейік, осымен сайысымыз аяқталды. Әділ қазылардың дауыс беруіне жолдаймыз. Ол үшін ортаға бүгінгі жобада өнерімізге барлық жұртты шақырайын. Бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Сақтыз Шамұратова және Бақтығұл Мұханова. Екеуі бірдей өнер көрсеткен үшін Алтынай Қонысбайқызы, Аяжан Қойшығали. Ақтоқтың Жайлауызы, Ғафура Задағызы. Қымбатты көрермен, алдымен қазылар алқасының осы өнер көрсеткен жұрттарға деген бағасын біліп алайық. Бірінші болып өнер көрсеткен
Сағынышпен Бақтыгүлге. Ғибадат 6. Асылбек Әбдіғапарай 6. Толық 6. Алпай. Отызбай. Екінші болып өнер көрсеткен Аяжан мен Алтынайға 8 қалған 10. Бақтыбайға 8 қалған 10. Ғафура мен Ақтолқын Бақтыбайға 10 қалған 8. 34. Малайда қазылар алқасының берген бағасы Сағыныш пен Бақтыгүл 30 ұпай. Аяжан мен Алтынай 48 ұпай, Ғафура мен Ақтолқын 42 ұпай. Осының үстіне енді көрермендердің залда отырған QR код арқылы берген бағасын қосып шығарамыз. Қолдарыңыздағы билеттің жанында белгіленген QR код арқылы ұялы телефондарыңыздың iPhone ұялы құрылғысы болса, камерасы арқылы, басқа Androidтар қолдарыңызда болса, әртүрлі маркадағы, онда жоғарыдағы мәзір төменге қарай түсіру арқылы Skyner деген бағдарламаны таңдап, одан шықпаса Google аккаунт арқылы кіріп, соның Skyner аккаунтымен дауыс бере аласыздар. Дауыс беру басталды ма? Ал дауыс беру басталды. Экранға QR код берейік. Жоқ, билет. Экранға көрсетілген QR кодқа болмаса қолдарыңыздағы билеттің жанына арнайы бекітілген QR код арқылы алдарыңызда өнер көрсеткен жұптарға дауыс беруге арқылы. Жоба ғой, жоба. Жаңа процент просто 100 қояғы. $231 дауыс берілді дәл қазіргі уақытқа дейін. 242 дауыс болды. Адам дауыс берді. 269 адам дауыс берді. Belki bir mi abi? Kaç bin lira o zaman? Belki bir şekilde hissettireyim. Kaç bin lira ver ne olur? Olur bu bilirsin. 285 adam dağıs verdi. Дәл қазір бұл осы сәт ағайындардың группасында, жұмыстастардың группасында, қой кезектің группасында қиын болып жатыр, бұда анаған бер, мынаған бер, дауыс басшы берді. 292 адам дауыс берді. iPhone'larda var. Bakma, wiesz,
Aqui naquele bicho que é ruim. Tanto estava aqui. É que vem com assim. Parou no mercado. Kasi não vou contar. Bismin sal. Bir dost bilgimde biri almak için. Перед был. Kamerasına deyince uzaktı. Больше. Мыналар болсын. Алмайсың. Рахмет. Сен телефон маған бер, мына алып қойшы мына. Ештеңе қойды. Давай австралия. Каспин дейді деп солаймын. Теңесіп қалды. Неге теңесіп? Опа. Алғаш. Мына қауіпті аймаққа екеуі кіреді ғой. Аналар өзі 40%. Ne? Нешеме түттік? 469 адам дауыс берді. Жоғаның бір белгі. Біздің зал неше адамды өзі? 180. 180. Егін сал ғой, не деген? Балкондағылар. Балкондағылар беріп отыр. Уақыт болды. Дауыс беру тоқтатылады. Ортаға сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен бүгінгі жобаның қатысушыларын шақырамын. Аяжан мен Алтынай 188 ұпай. Сағыныш пен Бақтығын 147 ұпай. Апырапай мен Ақтолқын 134 ұпай. Қазылар алқасы ендігі сөз өздеріңізде бір дауыстар. Неге? Қайдама, шетте бастайды. Бұғадат айтпай ма? Қайда? Иә, мен ғибадат қорытынды айтсам деп отырмын. Жақсы енді мына дауыстың әділ болып жатқанына халықтың көзі жеткен болар. Бірінші турда осылай болмай қалды ғой, экранға шығарған жоқпыз ғой. Өте жақсы, мына техникалық ұжымға Айбар ғой жасап отқан. Айбар Бақтыбайұлы. Иә, Айбар Бақтыбайұлынан мың алғыс. Ал қауіпті аймаққа түсіп қалғандарға сәттілік. Бақтыбайға. Ал енді барша қатысушылар бүгінгі жобаға керемет жақсы ән кеші, өнер кеші болып есептейміз. Бәріңізге де сәттілік тілейміз. Соның үшін мына жобаны ұйымдастырған жаңа айтып отырмын, осы жобамен дегенде ең басты оның ол техникалық қызметкерлеріне, жүргізуші Аслан сізге көп рахмет. Енді мына байқау болғасын, жоба болғасын, оның енді дауыс беру әрқалай, бірақ енді әлі дауыс беру деп есептеймін, халықтан да бәрінен. Алдағы уақытта бәріңізге сәттілік тілеймін, рахмет. Ете, үздік қойылғаныңызбен
сәйкес келмей қалды. Негізі мына сағыныш пен мақтауды алып бердік қазіргі көбі. Бірақ енді қазір алып кетті. Сол үшін көрермендердің көздерімен. Халықтың көзі айнада отырмады. Сәттілік бізге енді қай-қайсы болса білеміз, бәрі ауылда енді күн болғанда да келесі аптада бәрі шешіледі ондай. Келесі аптада да осы қатысушылар бұрыннан қатысып жатқандар бәрі шығады сахнаға. Ал сәттілік орнына алғандарға тұтып отыр. Сол үшін Әбдіғапар ағай, халық қаласа хан аттан да тақтан да түседі деген сөз қалса керек. Асылбек. Бүгінгі шығар өте қатты ұнады. Барлықтарыңызға сәттілік, мақтылар жеңсін. Құрметті және сіздерді қолдаған көрермен баршаңызға рахмет. Керемет барлығы. Ендігі бұйырса алдымызда финал. Мықтыны финалдан көргіміз келеді. Жеңіске жеткендеріңізді халықтың қошеметтегенін көргіміз келеді. Біз сол қошеметпен біргеміз. Алға қарай мынау қауіпті аймаққа қалып жатқан жұрттарға сәттілікпен финалмен қоса екі жікті қатар аралайсыздар. Қай жеңгеніңіз финалда қаласыздар, жеңілгендеріңіз өнеріңізге қош айтасыздар. Дәл осылайда Ғафар апайымыз микрофон саған. Рахмет, қайырлы кеш тағы да баршаңызға, өнерсүйер қауым. Енді осы жобаға расында сенім артып маған келген толқынға бірден-бір көптен көп рахмет айтамын. Ең бірінші күні бірінші шыққан кезде Қызыл аймаққа түсіп қалып өтеміз. Бірақ толқынның сол жерде жоқ деп осы жер сахнада келесімен шайыш деп сахнада сөйлесіп тұрмыз ғой. Қалау керек десем қалмаймын дейді. Оның жаңағы мына алға деген ұмтылып жіберген тұрғаны мені өте өзім қой енді мына бала не болғанда да маған сеніп тұр ғой деп аяғына дейін жүрейін деп біз шықтым. Төртінші айналымға дейін келді. Шүкір Аллаға өнері бар бойында. Өзінің кезінде бесікке салдық, енді өнерге деген тұсауын кестік. Қолым жеңіл болсын деймін. Толқынға біздер бүгін тағы да Қызыл аймаққа түсіп тұрмыз ғой. Сондықтан сахна енді мықтылыкі дейді ғой. Енді мына жерде мен өте жақсы Алла тағала жаңағы өнерді өзінің сүйікті қыздарына береді дейді. Сондықтан басқа жұмыс жасап жүрсе де осы қыздарымыз қазір алда келе жатқан өздеріңіз көп келе жатсыздар. Екінші, өнерде қандай шара болмасын, бақытты гүлді қалтырмаймыз. Сонымен қатар сағыныш, осы сахнаның сағынағы деп айта аламын. Енді қатарына ақ толқын қосып жатыр. Енді мен қоя қойыншы деп осы жерде ақ толқынды айтып жатырмын. Сен бәрібір де жеңімпазсың. Ең бастысы финалға жеттің. Ары қарай енді өзіңе байланысты. Қалай ойлайсыздар? Қол соғып қошемет көрсеттің. Жеңімпаздарға, финалға дейін жеткен қыздарға екі рет шығып қалса да сағыныштарға молодец. Жарысыздар. Яғни бір ауыз осы жобамен осы жерден қоштасуға ниеттісіздер. Иә, дәл солай бір ауыз сөзбен осы жерде біз жобаны аяқтаймыз. Осыңызға рахмет, көп мен үшін сахнаға шығып ән айтудыңызды бала күнгі бір арман болатын. Шұғыланың басшылығына рахмет. Біраз еңбек болды, біраз тәжірибе алдым, өте керемет. Финалдың қатысушыларына сәттілік болсын. Келесі айналым, яғни ақтық сынға Алтынай Қонысбайқызы және Аяшан Қонышқали және Бақтыгүл Мұханова Сағыныш Шамыратова және үлкен ерлік танытып сахнада ер азаматтардың жасай алмағанын жасап, елге үлгі болып, дәл осы жерде инста парақша арқылы бүлдір жинап, сайысқа аяғына дейін бармаймыз, осы жерден жолымызды жастарға береміз деп берген Ақтолқын мен Ғафар апайға тағы бір мәрте қол соғып жіберейік.
енді келесі бөлімге берілетін тапсырма туралы депутат Тұрғалиев. Оған дейін. Енді Ғафур апай, көп рахмет. Осы жобаға Ақтолқынның ұсынысымен келіп қатысып, шекетілік көрсетіп, және де жобаның дәрежесі сіз арқылы көтерілді деп ойлаймын. Көп рахмет. Ауырмаңыз, әрдайым осылай жас көңілмен, керемет денсаулықпен көрерменнің қошеметіне өзі сахнада жүре беріңіз. Сахна тұғырына түспеңіз. Енді алда финалдағы тапсырманы барлығын толықтай көрерменге айтпаймыз. Себебі бұл ақтық финал. Бұл ән бұрынғыдан өзгерек дегендей, финал 4 айналымнан өзгерек болады. Ән батыл, неше түрлі шоулар болады. Сондықтан финалға қалып жатқан жұптарға сәттілік тілейміз, күш-қуат тілейміз. Соңына дейін сынбай, көрерменнің қошеметімен, абыроймен жеңіске жетуге тілектеспін. Яғни бір сөзге тоқтатып айтқанда батырға оң солы жоқ. Ақтық сынға жеткен шын талантты жұлдыздар әдемі қылып сол ақтық сынның көркін ашады деген сеніміміз мол. Ендеше ақтық сында кездескенше аман сау болыңыз.